Фильмнің бас кейіпкері Макс. Оның өзгелерге ұқсамайтын ерекшелігі бар. Оның түрін көрген адамдар бірден тіл қатпай өліп қалады. Ерекшелігі туылғаннан ақ байқалған. Себебі ол туылғанда дәрігерлердің өзі оның түрін бір көргеннен ақ тіл қатпай өліп қалған. Сол үшін ата-анасы оны кішкентайынан бетін бинтпен орап қояды. Бұл оның достарымен, басқа адамдармен араласуына кедергі болады. Осылай олар тұратын қалада оның бейнесін көріп өлгендер саны көбейіп, отбасы басқа қалаға көшуде. Өмірінен түңілген Макс бірде психологқа келуде. Жағдайды естіген психолог бұған сенбей өзінше болып бетін ашып көрсетуін сұрайды. Бірнеше секундтан кейін психолог көкеміз жерде жатыр. Солай ол жерге келген полицияда аң-таң болуда. Олар жүрек талмасынан өлген адамдарға келгенде сол жерде әрдайым осы бала болады деуде. Максты айыптауға негіз таппай оны жібереді. Кейін үйге Макстың жалғыз досы Дэн келіп, оның ата-анасының көзінше түңелуін қойып, қызбен кездесіп бастауын ұсынады. Себебі ол көшеге көп шықпайтын, мектепке де бармайды. Кейін Макс одан кірпішпен бетінен ұруын сұрайды. Досы келіспейді. Сонда Макс әдейі оның телефонын құлатып жіберіп, бетінен соққы алады. Солайша Макс ауруханадан бір шығады. Дәрігерге кезек кезінде ол бір қызды байқап, одан қолындағы журналды оқуға сұрап алады. Қыз қолындағын беріп, жігітке аса мән бермейді. Бірақ кейін әңгімелесіп, бетіне не болғанын сұрауда. Макс жай ғана құлап қалдым дейді. Солай Макстың кезегі келіп, дәрігерге кіріп кетеді. Кейін Макске әлгі досы келіп, оны өзімен бірге қызбен кездесуге баруға көндіріп, мейрамханаға алып барады. Бірақ досы қызды әдейі Макс үшін шақырған болып, өзі кетіп қалады. Макс қызбен қалып, ыңғайсыздана бастайды. Себебі ол бұрын-соңды қызбен кездесіп көрмеген. Сол үшін не айтарын білмей отыр. Кейін жағдай күрделене түседі. Себебі ол қыздың бұрынғы жігіті келіп қалып, Макске тиісе бастайды. Макс байқамай коктейлді төгіп алып, жігіт оны бетіндегімен сүртіп алуға мәжбүрлейді. Жігіт кеткен соң, Макс өзін қолына алып, қызды басқа күнге кездесуге шақырады. Бірақ қыз келіспей кетіп қалады. Мұндай өмірінен шаршаған Макс көпірге барып өзіне қол жұмсауды ұйғаруда. Бірақ сол сәтте әлгі ауруханада кездестірген Алекс келіп қалады. Ол келіп Макске бұл көпірдің кішкентай екенін, құлағанмен өле алмайтынын айтып, бұдан үлкен көпір тапқаның дұрыс дейді. Солай автобусым келді деп кете жөнеледі. Қызға таңғалған Макс секіру ойынан бас тартып, оның артынан кетеді. Алекс оны қарттар үйіне алып барады. Сөйтсек, Алекс әр аптада осында келеді екен. Келіп олармен араласып, жағдайын білетін. Ол жерде екі әжемен кездесіп, жақсы әңгіме құрып, осылай Макстың көңілі көтеріле бастайды. Ол жерден шыққан соң Макс ыңғайсызданған түрде болса да, өзін қолына алып, Алексті кездесуге шақырады. Бірақ өкінішке орай қыз келіспейді. Макс мұнымен тоқтамай ертесіне оны автобус аялдамасында күтіп алуда. Автобусына кешігіп қалған Алекс солайша жігіттің 1-2 сағат бірге уақыт өткізейік деген ұсынысына келіседі. Солай олар дүкенге барып, көп көлемде тәтті конфеттер сатып алып, сонымен ваннаны толтырып, ішінде отырып әңгіме құрады. Макс өзінің ерекшелігін айтып, оның түрін көргендер өліп қала беретінін түсіндіреді. Қыз оған таңғалмайды. Ол өзінің де ерекшелігі бар екенін айтады. Сөйтсек, қыз жүрек ауруымен ауырады екен. Егер ол кез келген эмоцияға берілетін болса, оның жүрегінің көлемі үлкейеді. Сол үшін ол жүрегінің мөлшерін тексеретін құрылғымен жүретін. Егер қауіпті болған жағдайда қызыл белгі жанады, және сол үшін дәрілер қабылдап жүретінін айтады. Содан кейін екеуі ішімдік алып, оны су бөтелкесіне қойып кинотеатрға кіреді. Ол жерде Алекс Макске оның алғашқы досы екенін айтады. Солай екеуі көңілді уақыт өткізіп, Макс мас болып қалып, қыз оны үйіне алып барады. Ол жерде екеуі жақындаса бастап, қыз Макстың ашкейін шешіп қарайды. Енді сүйісейін деп жатқанда, ата-анасы келіп қалып быт-шыт қылады. Олар баласының жаңа дос тапқанына қуануда, және үйге Юшен есімді қонақ келгенін айтады. Ертесіне олар достар болып қала сыртына походқа аттанады. Ол жерде Алекс қолын кесіп алып, Макс бетіндегі бинттің бір бөлігін кесіп, оның қолына байлап береді. Бұл сәтте қыз оған ғашық болған түрде күлімдеп қарауда. Бірақ кейін қыздың көңілі түсіп кетеді. Себебі оның құрылғысында қызыл белгі жануда. Бірақ ол мұны білдіртпейді. Кешке қарай Алекс Макске оның түрін көргісі келетінін айтады. Солайша Макс бір амал ойлап табады. Олар мата астына жасырынып, қызға көзін қолмен жауып тұруды сұрап, өзінің бетін шешіп, қыздың көзін бинтпен жауып қояды. Қыз оның бетін қолымен ұстап, екеуінің сезімі оянып, сүйіседі. Ертесіне Макс досымен үйде Алексті күтуде. Бірақ ол қоңырау шалып, бара алмайтынын айтып, үйінде анасына көмектесу керегін айтады. Бірақ ол сәтте ол ауруханада болатын. Макс уақытын босқа жұмсамай, ол да үйінің ауласын жинауға кіріседі. Солай ауладағы ескі елканы тастауға шығарып, оны Юшен байқамай өртеп алады. Өртті сөндірем деп досы қолын күйдіріп алып, Макс екеуі ауруханаға аттанады. Сол жерде ол Алексті көріп қалады. Анасымен жүрген ол ыңғайсызданып, ештеңе айтпай асығып кетіп қалады.
Макс ертесіне оны аялдамада күтіп алып, не болғанын сұрауда. Алекс шындығын айтып, анасы үшін осылай жасағанын айтады. Себебі анасы уайымдап қалады. Егер қыз қуанышты эмоцияға берілетін болса, өміріне қауіпті деп. Кейін олар қайтадан қарттар үйіне баруда. Ондағылар көңілсіз күйде оларды бөлмеге алып барады. Ол жерде әжейлердің бірі науқастанып өлім аузында жатырған екен. Мұны көрген Алекс қайғылы эмоцияға беріліп, мұрнынан қан аға бастайды. Мұны жасырып ол сыртқа шығып кетеді. Макс артынан келіп, қыз оған сен өз қабілетіңді қолданып, оның қиналмай өмірден өтуіне көмектесе аласың ғой дейді. Макс келісіп, қайта артына барып, әжейге өз бетін көрсетеді. Әжей мұны көріп, күлімдеген түрде өмірден өтеді. Кейін Алекс Макстың қоңырауларына жауап бермей қалады. Көңілсіз Макс досы Дэнмен кездесуде. Дэн ол жерде Валенсия есімді даяшыға қырындап, оны кешке өтетін би карнавалына бірге баруға көндіреді. Солай Макске сен де Алексті алып келсеңші дейді. Алекс Макстың хабарламасына жауап бермеген соң ол оның үйіне барады. Алекс есікті ашқанда оның құрылғысы қызыл белгімен жанып тұрғаны байқалады. Екеуі әңгімелесіп, қыз онымен бірге баруға келіседі. Алекс үй қызметшісі стилінде киініп, ал Макске иттің бейнесіндегі маска алып келген. Макс оны киіп, бетіндегі бинтін үйіне қалдырып кетеді. Солай екеуі бірге көңілді уақыт өткізуде. Бір сәтте жай ән қойылып, екеуі вальс билей бастап, қуанышты күйде болады. Сол сәтте Алекстің қайтадан мұрны қанап кетіп қалады. Оны күтіп тұрған Макс Валенсиямен бірге жүрген досы Дэнді кезіктіреді. Және ол жерге әлгі мейрамханадағы бұзақы жігітте келген. Ол Максты танып қойып, төбелес бастап, оны Валенсияға қаратып, бетіндегі масканы шешіп тастайды. Валенсия шынайы қуанышты сезімді сезінген күйде өліп қалады. Солай полиция келіп, Макстың бетін мешокпен жауып алып кетеді. Мешок астынан Макс Алексті ауыр халде жедел жәрдем алып бара жатқанын көреді. Солай ол түнін полиция бөлімшесінде өткізіп, таңда босатылған бойдан ауруханаға аттанады. Ол жерде Алексті арнайы құрылғыға жалғанғанын көреді. Оның жазылып кетуіне үміттенген Макс оның қабылдайтын дәрілерін көрсетуді сұрайды. Бірақ ондай дәрілер негізінде болмаған екен. Қыз өзінің ауруы мүлдем емделмейтінін мойындайды. Және дәрігерлер 4 жыл бұрын оның аз өмірі қалғанын айтқан. 16 жасқа дейін өмір сүресің деген. Бірақ эмоциясын ұстай біліп, 17 жасына дейін тірі болған. Осыншама өмірі қайғылы болып, жалғыз қуанышы Макстың болғанын айтады. Солай ол өзімнің аз өмірім қалғанын біле тұра, сені өзіме жақындатқаным үшін кешірім сұраймын дейді. Және мұның барлығын тоқтату үшін, қиналмай өлуім үшін бетін ашып көрсетуін сұрайды. Жігіт ашуланып, егер олай жасайтын болсам, өзімді ешқашан кешірмеймін деп кетіп қалады. Үйіне барып ашуланған күйде өз бетін кірпішпен ұрып, өзіне осынша қайғы алып келген бетін бүлдіргісі келеді. Ата-анасы оны тоқтатып, өзін басып үлгереді. Кейін ол депрессияға түсіп, тіпті Алексті қоңырауына жауап бермейді. Мектепте Валенсияны еске алып тұрған досы Дэнмен кездесіп, ол Макске Алекс сені іздеп жатыр, ал сен өлім аузында жатқан одан қашып жүрсің. Сен онымен қоштасуың керек дейді. Макс ойлана келе Алекске барып, оның жағдайы соншалықты ауыр екенін, ол тіпті арнайы кислородсыз демала алмай жатқанын көреді. Макс оған өз қолымен жасаған сыйлық беріп, қасына жатып, онымен қоштасу өте ауыр екенін, сол үшін келмей жүргенін айтады. Қиналып жатқан Алекс тағы да одан бұны құтқару үшін бетін ашуын сұрайды. Солай Макс келісіп, одан көзін жұмып тұруды сұрап, өзінің бетін ашады. Алекс қоштасып, оны сүйіп, көзін ашады. Бірақ ештеңе болмайды. Алексті үлкейген жүрегіндегі үлкен сезім мұны жеңгендей. Солай екеуі бір-біріне күлімдеп қарап жатады. Бір сәтте құрылғылар сигнал бере бастап, Макс дәрігерлер шақырып, олар кислород құрылғысын кигізеді. Түнге қарай оның қасында Макс ұйықтап жатқанда, Алекс оның күлімдеген бейнесін елестеткен күйде өмірден өтеді. Фильм соңында Макс психолог алдында өзін жақсы сезінетінін айтуда. Алексің қасында болып ол өмірді бағалауды үйренген, әлі де сол қарттар үйіне барып тұрады. Ал Валенсияның өлімі бойынша істе Максты кінәсіз деп табады. Бұл жағдай бойынша газеттерде тарап, Макске хаттар келе бастайды. Онда адамдар өздерінің өлім аузында жатқан жақындарының қиналмай өмірден өтуіне көмектесуін сұрайды. Ал жақындары оның түрін көргенде өлмейтін болады. Егер Макстың бейнесін оны шын сыйлайтын, шын жақсы көретін адамдар көрсе өлмейтінін Алекс дәлелдеп кетті. Фильм атауын описаниядан көрсеңіз болады, және сонда өткен сәтте фильм жайында ойларыңызды комментарийға қалдырсаңыз. Сіз осылай шын ғашық болып көрдіңіз бе? Соны да жаза кетіңіз. Қолдау көрсетіп, лайк басып, арнаға жазылғандарыңыз үшін рахмет.